Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын қаттама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Осындай шашылып тұратын, сондай керемет. Тұзды суымызды әлден араластырып, тұзымызды ертіп аламыз. Мен мына жерде жылы су алдым. Електен ұнымды өткізіп алдым. Енді осы қамырымызды қатты қылмай жақсылап илеп аламыз. Тестамызды жақсылап илеп алдық. Енді осыны 30 минутта орап қойып қоямыз. Июі қанып әдемі болып тұру үшін. Міне біздің қамырымыз әбден тынды. Июі қанып ақындай әдемі жып-жылтыр болып шықты. Енді осыны майымызды жағып жая берсек болады. Тестамызды төртке бөліп аламын. Үлкен қылып жайып алсаңыздар да болады. Осы тестамызды жұқалап жайып аламыз енді. Жұқалап тестамыз үлкен қылып өте жұқа қылып жайып аламыз. Тестамызды өте жұқалап әдемілеп жайып алдық. Енді осыған ертілген сары майымызды жағып аламыз. Толықтай бәріне жағып шығамыз. Мен осылай қолмен жаға саламын. Толықтай бәріне жағып шығамыз. Енді осы май жаққан тестамызды өте жұқалап осылай орап шығамыз. Бәрін түгелдей ораймыз. Осылай домалақтап орап аламыз. Тесталарымызға май жағып дайындап алдық. Енді қазанымызды қыздырып пісіре берсек болады. Тесталарымызды дайын болғанын жайып аламыз. Жайып аламыз, тесталарымызды дайындап. Міне мен қазаныма май жағып алдым, жұқалап. Осыған енді осылай пісіріп аламыз. Жайпақ тапаға пісірсеңіздер де болады. Мен өзімнің анам осылай қазанға пісіретін. Соған осылай үйренген қазанға пісіріп. Міне біздің қаттама нанымыз әдемі көтеріліп жатыр. Аралары ашылып, осылай көтеріледі. Енді келесі бетін ауыстыра берсек болады. Келесі беті піседі, мына беті дайын болды.